Ер адамның 5 міндеті. Қазіргі қоғамда ер адамның рөлі өте маңызды. Ол тек отбасының асыраушысы ғана емес, сонымен қатар тірегі, қорғаны, бағыт берушісі және жауапкершілігі мол тұлға. Нағыз ер азамат болу тек физикалық күшке немесе ақша табуға ғана байланысты емес. Бұл мінез, тәрбие, иман, жауапкершілік және адамгершілік қасиеттердің жиынтығы. Ер адамның өміріндегі негізгі 5 міндетті түсіну әрбір жігіт үшін маңызды. Бірінші, отбасын қорғау және қамтамасыз ету. Ер адамның ең басты міндеттерінің бірі отбасын қорғау және қамтамасыз ету. Бұл тек материалдық тұрғыдан ақша табу ғана емес, сонымен бірге қауіпсіздік, тұрақтылық және сенімділік сыйлау. Әйелі мен балалары өзін ер адамның жанында қауіпсіз сезінуі керек. Қазақта ер елдің қорғаны, отбасының тірегі деген сөз бар. Отбасы ер адамға сенім артады. Сондықтан ол еңбекқор, табанды және жауапты болуы тиіс. Жұмыс істеу, адал табыс табу, қиындықта мойымау ер азаматтың негізгі міндеті. Отбасының қажеттіліктерін қамтамасыз ету арқылы ер адам өз абыройын сақтайды. Сонымен қатар, қорғау тек физикалық емес. Психологиялық қорғау да маңызды. Әйелін ренжітпеу, балаларын қорлау емес, түсіну нағыз ер азаматтың белгісі. Екінші, жауапкершілік алу. Ер адам жауапкершіліктен қашпауы керек. Қандай жағдай болса да, мен жауаптымын деп айта алуы ерліктің белгісі. Өмірде қиындықтар көп болады. Қаржылық қиындық, жұмыс мәселесі, отбасылық сынақтар. Осындай кезде ер адам сабыр сақтап, шешім қабылдай білуі қажет. Жауапкершілік тек үлкен істерде емес, күнделікті өмірде де көрінеді. Уәдеде тұру, уақытында келу, жақындарын құрметтеу бәрі жауапкершіліктің белгісі. Егер ер адам сөзінде тұрмаса, оған сенімі азаяды. Ал сенім отбасының негізі. Жауапкершілікті ерте жастан үйрену керек. Өзін дамыту, білім алу, еңбек ету болашақта мықты ер азамат болудың негізі. Үшінші, рухани және моральдық жетекшілік. Ер адам тек материалдық емес, рухани тұрғыдан да отбасының басшысы. Ол дұрыс бағыт көрсетіп, жақсы мен жаманды ажыратуға көмектесу керек. Балалар әкесіне қарап өседі. Әкенің сөзі, ісі, мінезі бәрі үлгі. Исламда ер адамға үлкен жауапкершілік жүктелген. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, ер адамның отбасына жұмсақ, мейірімді, әділ болуын өсиет еткен. Ол, сендердің ең жақсыларың отбасына жақсы болғандарың деген. Бұл әрбір ер адамға үлкен сабақ. Ер азамат дұға жасап, жақсы әдеттерді үйретіп, балаларына тәрбие беру керек. Үйде тыныштық пен мейірім атмосферасын қалыптастыру оның міндеті. Төртінші, әйелін құрметтеу және қолдау. Көп жағдайда ер адамның міндеті тек басқару деп түсініледі. Бірақ шын мәнінде ер адам әйелін құрметтеп қолдауы керек. Әйелі оның серігі, өмірлік жолдасы. Құрмет пен сүйіспеншілік болмаса, отбасы әлсірейді. Әйелін тыңдау, пікірін бағалау, қиын кезде қолдау көрсету нағыз ер азаматтың белгісі. Ер адам қатал болуы мүмкін, бірақ әділ әрі мейірімді болуы тиіс. Отбасында ұрыс керіс болса, бірінші болып сабырға келу ер адамның даналығы. Қазақ дәстүрінде әйелді сыйлау жоғары бағаланған. Анаға құрмет көрсету, жарын қадірлеу тәрбиелі ердің белгісі. Ер адам әйелін қорламай, керісінше көтермелеп отырса, отбасы берік болады. Бесінші, өзін дамыту және үлгі болу. Ер адам әрдайым өзін дамытып отыруы керек. Білім алу, спортпен айналысу, мінезін тәрбиелеу бәрі маңызды. Балалар әкесінің әрекетін қайталайды. Егер әке жалқау болса, бала да сондай болуы мүмкін. Ал еңбекқор, адал, білімді әке мықты ұрпақ тәрбиелейді. Өзін дамыту тек ақша табу емес. Рухани даму, кітап оқу, жақсы адамдармен араласу, жаман әдеттерден аулақ болу ер азаматтың міндеті. Темекі, ішімдік, ашу отбасыға зиян. Ал сабыр, тәртіп, еңбек пайда. Ер адам өз мақсаты болу керек. Мақсатсыз адам әлсіз болады. Ал мақсатты ер азамат отбасының тірегі.
Қорытынды. Ер адамның 5 негізгі міндеті. Отбасын қамтамасыз ету, жауапкершілік алу, рухани жетекші болу, әйелін құрметтеу және өзін дамыту. Бұл міндеттерді орындау оңай емес. Бірақ нағыз ер азамат осы жолда еңбек етеді. Қазіргі заманда ер болу тек күшті болу емес, ақылды, сабырлы, мейірімді және жауапты болу. Әрбір ер адам өз отбасына тірек болуға тырысса, қоғамда мықты болады. Отбасы мықты болса, ұлт та мықты. Сондықтан әрбір жігіт өзіне сұрақ қоюы керек. Мен отбасым үшін қандай ер адаммын? Мен жауапкершілікті ала аламын ба? Мен үлгі бола аламын ба? Егер осы сұрақтарға шынайы жауап беріп, өзін дамытуға ұмтылса, ол нағыз ер азаматқа айналады. Ер адамның міндеті тек өмір сүру емес, мағыналы өмір сүру. Отбасына тірек болу, қоғамға пайда келтіру, жақсы ұрпақ тәрбиелеу ең үлкен жетістік. Құрметті көрермен, егер бұл тақырып сізге ой салса, каналымызға тіркеліп пікір қалдырыңыз. Сіздің ойыңыз біз үшін маңызды.